Сәлем достар! Бүгін сіздермен бақ-бақ гүлінің қасиеті мен пайдасы туралы айтатын боламыз. Арнамдағы қызықты ақпараттардан қалыс қалмау үшін арнама тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Сіздердің қолдауларыңыз біз үшін өте маңызды. Табиғаттағы әрбір өсімдік адам денсаулығына пайдалы екенін бәріміз білеміз. Ал ерте көктемде гүлдеп табиғатқа ерекше әсемдік беретін сары гүлдің адам денсаулығына тигізер пайдасы жайлы білесіз бе? Бақ-бақ гүлін ежелгі Рим мен Египет, тіпті Авиценна өзін дәрілік мақсатта қолданған. Гүлдің әр бөлігі өзіндік ерекше пайдасы бар. Тамыры көздің көру қабілетін арттырса, жапырағы тері және буын ауруларына ем. Ал гүлін ағзаны әрілендіру мақсатында пайдаланады. Бақ-бақ гүлінің адам денсаулығына тигізетін пайдасы иммундық жүйені нығайтады. Гүлдің құрамындағы дәрумен минералдар инфекцияға қарсы қорған түзейді. Адамды суық тиюден сақтап қана қоймай, сонымен бірге ауру кезінде адамның жағдайын жақсартады. Қору қабілетін арттырады. Егер сіз гүлдің құрамын жайлы жақсы танысып шыққан болсаңыз, онда бета-кератин көп мөлшерін біле аласыз. Бұл адамның көру қабілетін жақсартуға ықпал етеді. Әсіресе гүлді зейнетке шыққан қарт кісілер көптеп тұтыну қажет. Өйткені бақ-бақ адам ағзасындағы катарактілер, глаукома, көз ауруларына артуын жол бермейді. Айтпақшы, бета-кератин шаш, тері және тырнақ жақсы әсер етеді. Қан құрамындағы қант мөлшерін төмендетеді. Қант диабетімен де ауыратындар үшін бақ-бақ гүлін тұрақты қолданған жөн. Өйткені ол қан құрамындағы қант мөлшерін тиімді түрде азайтады. Асқазан, ішек жолдарының жұмысын қалыпқа келтіріп, бақ-бақ гүлін жеген кезде талшықтың болуына байланысты метаболизм жақсарып, ағзадағы токсиндердің уақытылы жойылуын ықпал етеді. Сондай-ақ өсімдік ас қорыту жүйесінің бірқатар ауруларын емдеуге қабілетті. Іш қатуда көмектеседі. Бақ-бақ гүлі ащы болғандықтан паразиттермен жақсы күреседі. Буын ауруларының алдын алады. Халықтық және медицина гүлдің хондропротектор ретінде ағзаға әсер ететіні белгілі. Бұл дегеніміз шеміршектің қалпына келуін реттейді. Әрі буын ауру мазалаған жандарға да жақсы көмектеседі. Жүрек тамыр жүйесін жақсартады. Гүлдің маңызды қасиеттерінің бірі жүрек пен тамырлардың нығайтады. Қан тамырларының құрамындағы артық холестерин мен токсиндерді тазартып, тромбоздың, атеросклероздың және жедел жүрек жеткіліксіздігінің дамуын болдырмайды. Гүл құрамында ағзаны қуаттандыратын тониктер бар, бірақ жүйке жүйесін қоздырмайды, керісінше жүйке жүйені тыныштандырады. Сонымен қатар бұл ұйқыны қалыпқа келтіруге көмектеседі. Әсіресе ұйқысыздық, мазасыз ойлардың туындағаны болса, мидың белсенділігін арттырады. Бақ-бақ гүлдері ми белсенділігін ынталандырады. Бақ-бақ гүлін жерден жұлып алып, жей алмайтынымыз анық. Сондықтан гүлмен салат пен тамақ жасауға болады. Бақ-бақ гүлі қосылған салат гүлді жапырақтан айырып, жақсылап жуыңыз. Кепкен соң оған аздаған салат жапырағын қосып, зәйтүн майы немесе лимон шырынымен араластырып жеуге болады. Бақ-бақтан тосап жасап көрдіңіз ба? Бақ-бақ гүлдерін түні бойы суға салып, таңертең суды ағызып қайтадан шайыңыз. Гүлдерді табаға салыңыз. Таза, суық су құйыңыз. Оның мөлшері 1 литрдай болу керек. Туралған лимон қосыңыз, отты қосыңыз. Су қайнаған кезде отты сөндіріп, инфузияны 2-3 сағатқа қалдырып қойыңыз. Осы уақыттан кейін сироптың тартыңыз. Гүлдер мен лимондар енді қажет болмайды. Сиропқа қант, яғни оның мөлшері 1 килограмм. Қосасыз да пешке қойып
40 минут пісіресіз. Егер ол жеткілікті қалыңдатылмаса, ұзақ пісіріңіз, яғни ұзағырақ қайнатыңыз. Дәмі тіл үйіретін тосап дайын болады. Бақбақтың жапырақтарында кератиндік заттар бар. С және В витаминдері де бар. Бақбақ гүлінің жапырақтарынан және гүл сабақшаларынан қанат инозит табылған. Тамырлары мен жапырақтарындағы сүт сымақта шырыш және ащы зат гликозид бар. Тамырларында крахмалдың орнына әсіресе күзде 25%-ға дейін инулин жиналады. Жапырақтарындағы ашқылтым дәмнен құтылу үшін жапырақтарды әбден ағарғанға дейін сабанмен бүркейді, немесе жапырақтың кесінділерін 30 минуттай тұзды суда ұстайды. Ашқылтым дәмі қайтқанда және қуырғанда кетеді. Тағамға әсіресе көктем кезінде маринадталған гүл сабақшаларында пайдалануға болады. Ал қуырылған тамырларды кофе орнына ішеді. Емдік мақсатқа жапырақтары мен тамырларының сөлін тәбет ашатын, ас қорытуды жақсартатын және қан тазартатын дәрі ретінде пайдаланады. Бақбақтан істелген тағам бауырды жақсартады және зат алмасуды дұрыстайды екен. Әр түрлі халықтық медицинада тамыр мен құрғақ шөптің қайнатпасын асқазанның әр түрлі ауруларына өт айдайтын, іш босататын, қақырық түсіретін дәрі ретінде, сондай-ақ май толық сіңбегенде қолданады екен. Атеросклерозды анемияны емдеуге де болады. Тамырдан істелген ұнтақтар әртүрлі тері ауруларына және пигмент тақтарды кетіруге пайдалануға болады. Кейбір елдерде бақбақтан тосап, шарап сынды сусындар жасайды. Енді бір елдер осы гүлді отбасы мүшелерін сәтсіздіктерден сақтайтын қасиетті өсімдік ретінде құрметтейді екен. Сонымен қатар бақбақты ақшаның нышаны ретінде санайтындар да жоқ емес. Ал біршама елдерде бақбақты күннің егізі деп айтады екен. Оның сыры гүл шығыстан көтерілгенде бетін сол бағытқа алады. Тастөбеге келгенде басын тік көтереді. Ал батысқа батқанда сол жаққа мойнын бұрады да, күниясына батқанда ол да жабылып қалады. Оның үстіне бақбақтың келбеті мен түсі тап бір күннің өзінен айнымайды. Бақбақты сонымен қатар косметологиялық түрде қолдануға да болады. Бақбақ гүлі шын мәнінде тері мен шашқа қажетті пайдалы заттарға бай. Онда мыс, мырыш, кальций, калий, марганец, темір, бор, магний минералды, сондай-ақ В, В1, В3, В6 және А, С және Д дәрумендері мол. Бақбақ гүлінің бет терісін жұмсартып, тегістейтін, теріні ағартып, дәрумендермен байытатын, бөртпе, акне, пигментті дақтарға қарсы күресетін, солғын тартқан теріні балғын ретінде көрсетуге арналған тері қабынуларына қарсы күресіп, токсиндерді шығаратында қасиетке ие. Бұл мақсатта гүлдің сабағы, жапырағы, күлтелері, тамыры болсын, барлық бөлігін қолдана аласыз. Сепкіл не жас ұлғая келе пайда болатын дақты кетіру үшін әлі гүл ашпаған жас бақбақтың жапырақтары мен сабағын блендерден не ет тартқыштан өткізу арқылы майдалайсыз. Содан соң дәкеге орап сығу қажет. Осы алынған сығындыны мақта дөңгелекшелеріне малып, бет терісін сүртіңіз. Құрғақ әрі босаң тартқан қартайған тері үшін бақбақтың бірнеше дана гүлін блендермен езіп, оған табиғи балғын йогурт, кішкене бал қосып, біркелкі масса болғанша араластырасыз. Тазаланған бет терісіне жағып 25-30 минуттай ұстаңыз. Белгіленген уақыт өткен соң мақта дөңгелекшесімен бетті айналдыра массаж жасай отырып сүртіп тастау керек. Соңынан жылы сумен шаю қажет. Теріні жарқырататын тоник
Бақбақ тамырын ыдысқа салып, батып тұратындай етіп су құйып қайнатыңыз. Бір қайнаған соң оттан алып, суытып сүзу қажет. Алынған сұйықтыққа қаласаңыз 2-3 тамшы шай ағашы майын қосуға болады. Табиғи тоникпен күнделікті мойын мен бетіңізді сүртіп жүрсеңіз, теріңіз күн санап жарқырай түседі. Қоректендіргіш дәруменді маска бақбақ гүл шоғыры мен жапырақтарынан араластыра ұсақтап турап алыңыз. 1 ас қасық өсімдік кішігірім ыдысқа салып, үстінен 2 ас қасық ыстық сүт құйып, бетін жауып 10 минутқа қойып қоясыз. Содан соң 1 жұмыртқаның сары уызын қосып араластырыңыз. Егер теріңіз майлы болса, ақ уызының жартысын да қосып жіберген жеткілікті. Осы қоспаны бетіңізге бірнеше қайтара жағып, бір қабаты кепкен соң тағы қайталап жағу қажет. 20 минуттай ұстаған соң салқындау сумен шайып жіберіңіз. Өсімдік сабағынан бөлінетін сүттің шырыны терідегі сүйел мен папилломаны кетіреді. Ол үшін күніне бірнеше рет жаңадан үзіп алынған сабақпен үстерінен сүртіп тұрса болғаны. Теріде пайда болған мүйізгектің, яғни мозоль, үстінен бақбақ сабағымен сықылап сүртсе, немесе онымен компресс жасаса, қатты тері жұмсарып, оны алып тастау оңай болады. Бақбақтың сүттеген шырынын әсері күшті химиялық пилинг деп атасақ та болады. Оны терінің дақ, секпіл түскен тұстарына жағып, артынан сүт сары суымен айранмен ысқыласа, теріні айтарлықтай ағартады. Бақбақ гүлін шаш күтімінде қолдансаңыз, көп ұзамай түбірі бекіп, ұштануы азайып, қайызғақтан айырыласыз. Бақбақ тұнбасынан шаш шайғыш өсімдіктің сабағы мен жапырағын ұсақтап турап, үстінен қайнаған су құйып, яғни 1 стакан су және 1 ас қасық өсімдік пропорциясын қосасыз. Судың түсі қарауытқанша ұстаңыз да сүзіп алыңыз. Шашыңызды әдеттегідей жуып, шайып болған соң, осы сұйықтықпен тағы бірнеше рет шайып жіберіңіз. Шаш түбірін қатайтатын тұнба жасағыңыз келсе, 1 стакан қайнаған суға 1 уыс өсімдік жапырағын салып, біраз уақытқа қойып қойыңыз. Кешкілік осы тұнбаны езілген жапырақтармен қоса шаштың түбіне жағып массаж жасаңыз. Күніне 2 рет қайталасаңыз, әсері де 2 есе арта түседі. Бақбақ жайлы айтылған сіздерге кеңестеріміз ұнаған болса, менің арнама тіркеліп қоңыраушаны басып, өз пікірлеріңізді жазуды ұмытпаңыздар. Сіздердің қолдауларыңыз біз үшін маңызды. Сіздермен болған плюс бәріне керек арнасы. Сәлем достар, бүгін сіздермен қалампыр жайлы пайдалы кеңестермен бөлісетін боламын. Арнаны жоғалтып алмау үшін қоңыраушаны басып, тіркеліп өз пікірлеріңізді жаза кетіңіздер. Қалампыр кез келген үйдің ас бөлмесінен табылатын дәмдеуіш. Оның жұпар иісі мен күйдіргіш дәмінен бөлек емдік қасиеті де орасан зор. Бұл дәмдеуішті ежелден емдік мақсатта бірнеше дертке шипа ретінде қолданып келеді. Қалампыр бета-каротин, аскорбин қышқылы, токоферол, филохинон және В, В1, В2, В3, В4, В6, В9 тобындағы дәрумендерге өте бай. Сонымен қатар кальций, калий, марганец, мыс, күкірт, мырыш, натрий, магний, фосфор және темір элементтерінің қайнар көзі болып табылады. Одан бөлек омега-3 және омега-6 майлы қышқылында кездестіруге болады. Осындай пайдалы әрі бағалы заттарының арқасында қалампыр халық емінен кеңінен қолданыста болып келген дәрі. Бұл халық емінде қолданып келе жатқан қалампырдың қандай дертке дауа екенін білесіз бе? Ондай болса, ары қарай тыңдаңыздар. Ауыз қуысы ауруларын емдеуге қабілетті. Нақтырақ айтқанда, ауыз ойылғанда,
яғни тіс құрттаған кезде, ауыздан жағымсыз иіс шыға бастағанда қалампырдың көмегіне жүгінсек болады. Ем үшін бір тал қалампырды аузыңызға салып 15 минуттай шайнаңыз. Емді 1-2 рет қайталаған соң-ақ оң нәтиже бере бастайды. Тамаққа тәбетіңіз тартпаған кезде де 1-2 дана қалампырды шайнасаңыз, тәбетіңіз ашылатын болады. Бұл емді тамақтанудан жарты сағат бұрын жүргізгеніңіз дұрыс. Ал қан қысымыңыз түсіп кетсе, аузыңызға дереу қалампырды салыңыз. 1-2 дана қалампырмен 10 минуттың ішінде қан қысымы қалпына келтіреді. Тамағыңыз ауырып бастаған кезде, ангина кезінде, бадамша без қабынған кезде қалампыр тұнбасының көмегіне жүгінсеңіз болады. Күніне 2 рет тамағыңызды шайқасаңыз, аурудан тез-ақ жазыласыз. Қалампыр майы денедегі жарақат пен іріңді бөртпенің ізін қалтырмай жаза алады. Ал майды дайындау үшін 100 мг зәйтүн майы мен 10 грамм дәмдеуішті араластырасыз. Оны орташа отқа қойып, қайнауға дейін жеткізу керек. Дайын болған майды сүзіп алып, шыны ыдысқа құйыңыз. Емдік майды мейлінше тоңазытқышқа сақтағаныңыз дұрыс. Буын ауруларында қалампыр майымен емдеуге болады. Алдымен майды қыздырып аласыз, сосын ауырған орынға сіңіріп жаққан дұрыс. Сыртынан жылы орап, 5-10 минуттай тынығып жату керек. Ал сыздауық шығып жаныңызға батса, онда теріңізді қалампыр тұнбасымен сүртіңіз. Бұл дәріханадағы дәрілеріңізден де әлде қайда пайдалы әрі тез нәтиже береді. Қант диабетімен ауыратындарға қалампыр тұнбасын ішуге кеңес береміз. Бұл да өз кезегінде дертіңізге дауа болып, саулығыңызды сақтай алады. Қалампырдың құрттан да құтқаратын қасиеті бар. Ол үшін күн сайын шым-шым қалампырды ішке қабылдайсыз. Алайда бір жайтты ескеріңіз. Қалампырдың мөлшерін күн сайын көбейтіп отыру қажет. Бірден көп мөлшерде ішуге болмайды. Алғашқы күні шым-шым, екінші күні шай қасықтың ұшымен қабылдайсыз. Емді айға жалғастырасыз. 1 айға дейін 1 ас қасыққа жеткізу қажет. Ал ерлер тарапына қалампырдың қандай пайдасы бар? 2-3 хош иісті қалампырды қолдану ерлердің негізгі жыныстық гормоны болып табылатын тестостерон мөлшерін көбейтуге көмектеседі. Темекі шегетін еркектер үшін қалампырды шайнау бұл жаман әдеттен бас тартуға көмектеседі. Бұл темекі шегудің әсерінен арылуға көмектеседі. Мысалы, бұл өкпені тазартады және жөтелден қабынуды азайтады. Сондай-ақ қалампыр жаттығудан кейін ауырсынуды жеңілдетуге көмектеседі. Бұл сондай-ақ бұлшық еттердің тонысын көтеруге және дене массасын жинауға көмектеседі. Зауыт ерлердің денсаулығын сақтауға көп жағынан көмектеседі. Қазіргі уақытта жүрек қан тамырлары аурулары адамның басты жауы болып саналады. Олар ғана емес, оларға атеросклероз жатады. Бүршіктерді пайдалану егде жастағы адамдар жиі кездесетін осы аурулардың алдын алуға қызметін атқарады. Егде жастағы адамдар қалампырды есте сақтау қабілетінің төмендеуіне, өнімділіктің төмендеуіне қолдана алады. Қосымша, инсульт алғандағы инсульттан кейінгі жағдайлары бар адамдарға пайдаланса болады. Қалампыр қарт адамдарға керек дәрі болып саналады. Сондай-ақ қалампырдың шашқа үлкен пайдасы бар. Көптеген дәрумендер мен қосылыстары бар. Бұл қоспаны шаш үшін қолдану керек. Қалампыр шаш тығыздығын арттырады және бас терісіндегі қан айналым процесін жақсартады. Шаштың өсуін күшейтуге пайдасы бар. Шашыңызды нәрлендіріп, қайызғақтың болмауын қамтамасыз ететін күшке ие. Бас терісінің инфекцияларын, сонымен қатар қайызғақты емдейтін қасиетке ие болғандықтан қабынуға қарсы заттарды күшейте алады.
Шаштың түсуін емдеу үшін біз 2 ас қасық қалампыр майын, 2 ас қасық кастр майын мен аздап зәйтүн майын әкелеміз. Және бұл қоспаларды араластырып 2 минут бойы отқа қоямыз. Оны бас теріске уқалап 1 сағатқа қалдырып қою керек. Соңынан жылы сумен шайқап жібереміз. Қалампырдың зиянды паразиттерден арылтатынын білесіз бе? Онда тыңдаңыз. Зиянды паразиттер мына азық-түліктерден қорқады екен. Яғни қалампырдан. Аталмыш өсімдіктің арықтау үшін тигізетін пайдасы бар. Әсіресе қалампыр тәбетті басуға жақсы көмектеседі. Қалампырды арықтау кезінде түрлі тағамдарға дәмдеуіш ретінде қосқанда артықтық етпейді. Көптеген дәмдеуіштер тәбетті ашатын қасиетке ие болса, қалампырдың керісінше тәбетті басатын кереметте қасиеті бар екен. Оны тек демдеп ішіп қана қоймай, эфир майымен массаж қабылдап целлюлитті де кетіруге болады. Қалампырдан тұнба дайындау үшін 1 ас қасық ұнтақталған қалампыр, 1 стақан қайнаған су қажет. Қалампырға қайнаған суды құйып, 3-4 сағат тұндырып қоясыз. Содан соң тамақтанудан бұрын 1-3 стақан жылы күйінде қабылдайсыз. Сонда ағзадан зат алмасу жүйесі жылдамдап арықтауға ықпал етеді. Артық салмақтан арылуға 1-2 ас қасық ұнтақталған зімбір тамыры, 1 ас қасық көк шай, 1 ас қасық ұнтақталған қалампыр қажет. Осы қоспаларды керамикалық шайнекке салып 500 мг қайнаған суға құясыз, 15-20 минут тұндырып, 1 шыны тұнбаға 1 тілім лимон қосып ішу керек. Күн сайын 200 мг ішкен жеткілікті. Осының өзі арықтауға көмектесіп, ағзаны паразиттерден тазалайды. Тұнбаның әсері. Қалампыр жайлы айтылған кеңестерім көңілдеріңізден шыққан болса, арнама тіркеліп қолдау көрсетуді ұмытпаңыздар. Келесі шығарылымдар тек сіздер үшін. Назар аударып тыңдағандарыңыз үшін үлкен рахмет. Сіздермен бірге болған плюс бәріне керек арнасы. Сәлем достар! Бүгін сіздермен үй жағдайында өсірілетін алоэ өсімдігінің пайдасы туралы айтатын боламыз. Арнамды жоғалтып алмау үшін тіркеліп қоңыраушаны басуды ұмытпаңыз. Сонау есте жоқ ерте замандарда адамзат баласы дәрі-дәрмек деген дүниені мүлде білмейтін. Олар өздерінің сырқаттарынан айығу үшін халықтық амал тәсілдердің көмегіне жүгінетін еді. Сондықтан да шөптерден жасалған дәрілер бүгінге дейін маңызын жоғалтпай келеді. Және де дәрілік өсімдіктер адам денсаулығына ине мен дәрі-дәрмекке қарағанда әлде қайда қауіпсіз келеді. Себебі таблеткалардың құрамында сіздің ағзаңыз қабылдай алмайтын химиялық заттар болуы мүмкін. Бірақ біздің айтқымыз келгені бұл емес еді. Сіздің үйіңіздің терезесінде алоэ аталатын керемет өсімдік өсіп тұрма? Егер жоқ болса, өте өкінішті. Осы жазбадан кейін алоэны өсіретін боласыз. Ол сізді өзінің жасыл көйлегімен ғана емес, шипалық қасиеттерімен де қуантатын болады. Жер бетінде алоэның 300-ден астам түрі бар. Және оның әрбірінің өзіндік қасиеттері бар. Мәселен, бұта қалпындағы түрі ішкі ағзаға жақсы әсер береді. Ағаш түріндегі алоэ сыртқы сырқаттарға қарсы тұра алады. Алоэ өте қарапайым, оның өсуіне ылғал мен жарық жеткілікті. Оның көбеюі де қиындық тудырмайды. Ұрықпен де, бұталармен де, сабақтармен де, тіпті жапырағымен де өніп кете береді. Сіз білесіз бе, айдай әлемге танымалы Клеопатра ханшайымның өзі алоэдан жасалған кремді жаққан екен. Дәрігер Диоксид
алоэ жараларды емдеп ұйқыны тыныштандырады деп жазып кеткен. Алоэ шырыны иммунитетті нығайтып, пайдаланылған өндіріс бұйымдарын бастапқы қалпына келтіріп, бактерияға қарсы күресе алады. Басқа өсімдіктер секілді, алоэда көміртегіні жұтып, оттегі шығара алады. Сондықтан да оны ұйықтайтын немесе адам көп жүретін бөлмеге қойған жөн. Алоэ 2 қабат әйелдер бүйрек, өт қабы, цистит, геморрой ауруларымен қиналатын адамдарға кері әсер етеді. Сондай-ақ қан қысымында ауыртпашылығы бар адамдарға да алоэға жақындауға кеңес берілмейді. Алоэні қандай жағдайда қолдануға болады? Сол жайлы айта кететін боламыз. Тәніңізді тыныштандыратындай ванна қабылдағыңыз келсе, 3 ас қасық шырынды 2 стакан сүтке және жалбыз тұнбасына қосып, жылы ваннаға қосасыз. Мұндай ваннада 15 минут жатуға болады. Күйік шалғанда, іріңді жаралар пайда болғанда алоэні қойып, дәкемен таңып тастау керек. Және әр 2 сағат сайын ауыстырып тұру керек. Ол үшін алоэның жапырақтарын жуып бинтке қойыңыз да аздап жаншыңыз. Содан кейін барып ауырған жерге қойыңыз. Аяулы нәзік жандыларымыз алоэдан маска жасайды. Ол үшін алоэның 1 ас қасық шырыны мен қаймақты араластырасыз да, оған жұмыртқаның сарысын қосасыз. Қоспаны таза бетке жағып, 15-20 минут ұстағаныңыз дұрыс. Жылы сумен шайып тастайсыз. Нәтижесінде теріңіз жылтырап, сұлулана түседі. Ал иммунитетіңізді көтеру үшін алоэ шырыны мен балдың қоспасын жасайсыз. Шырынды алу үшін 15 см болатын бірнеше жапырақты үзіп алып, сумен 1 рет шайып жіберіңіз. Таза стақанға дәкені немесе мәрліні аласыз. Қолыңызды тазалап жуыңыз да, сол мәрлінің бетіне әбден кескілеген алоэні қоясыз. Оны қолыңызбен қатты сығып, суын стақанға тамызасыз. Дайын шырынды балмен араластырасыз, яғни ол 1-1 тең болу керек. Бұл қоспаны күніне 3 рет 1 шай қасықпен тамақтан жарты сағат бұрын ішіп тұрыңыз. Пайдалану уақыты 3 аптаға жетеді. Егер сіз суық тигізіп алған болсаңыз, алоэның жаңадан жасалған шырынын әрбір 3-4 сағат сайын 2-3 тамшыдан тамызып тұрыңыз. Бұл әдісті 2-3 күннен артық жасауға болмайды. Егер сізде гастрит, асқазан жарасы болса, немесе тәбетіңізді жақсартқыңыз келсе, күніне 2-3 рет алоэ шырынын ішіңіз. Ларингит, тамақ ауырсыну кезінде тамағыңызды, аузыңызды алоэ шырынымен шайыңыз. Ал косметологияда алоэ қалай қолданылады? Косметологияда бұл өсімдіктің жапырақтарын псориаз, безеу, дерматит және тағы басқа тері ауруларын емдеу үшін пайдаланады. Алоэ шырыны терідегі ұсақ тесіктерді тазартып, теріні ылғалдандырады. Тіндерге терең ену арқылы метаболизмді жақсартып, жасушалардың қалпына келуін ынталандырады. Өздеріңіз білетіндей, қартайған сайын тері құрғап, өз серпімділігін жоғалтады. Алоэның құрамындағы микроэлементтер теріні ұзақ уақыт әжімсіз сақтауға көмектеседі. Алоэның басқа да көптеген пайдасы бар. Олар иммундық жүйені нығайтады, тұмауды емдейді, ас қорытуды қалпына келтіреді, организмнен токсиндерді шығарады, шаштың тез өсуіне ықпал етеді, ауыз қуысы ауруларын емдейді, ультрафиолет сәулелерінен қорғайды. 100 жылдық шырыны гипоаллергенді болып табылады, сондықтан оны теріге алаңдамай жаға беруге болады. Бірақ дәрі ретінде ішу кезінде
жүкті әйелдерге, гипертониялық науқастарға, жүрек тамыр аурулары бар адамдарға қабылдауға кеңес берілмейді. Мінекей достар, алояның бойында соншама үлкен дәріхана жасап алуға болатындай пайдасы мол екен. Ішке қабылдау алдында дәрігеріңізбен кеңесіп, содан кейін ғана қабылдаңыздар. Егер алоэ туралы айтылған кеңестер, пайдалы ақпараттар көңіліңізден шыққан болса, арнамызға тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыз. Сіздердің қолдауларыңыз біз үшін маңызды. Біздің арнамыздан алыстамаңыздар. Келесі шығарылымдар тек сіздер үшін. Сіздермен бірге болған плюс бәріне керек арнасы. Сәлем достар! Бүгін сіздермен адыраспан жайлы айтатын боламыз. Арнамды жоғалтып алмау үшін қоңыраушаны басып тіркеліп қойыңыз. Адыраспан жайлы қандай мағлұматтар білесіз? Біздің қазақ адыраспанды киелі өсімдік деп біледі. Адыраспанның киесі, қасиеті шипалығында. Адыраспан улы өсімдік. Адыраспанның сабағы, жапырағы, тіпті оның түтінінде де шипа да бар. Этнограф ғалым Серікбол Қондыбай өсімдіктер көне заманнан бері адам баласына қызмет етіп келеді. Оны әртүрлі мақсатта бояу жасауға, тері илеуге, сабын қайнатуға және емдеуге пайдаланады. Мәселен, адыраспанның өзіндік иісі бар және мал жеуге жарай бермегенімен кәсіптік маңызы бар. Адыраспаннан көптеген жұқпалы аурулардың кейбіріне қарсы препараттар алынса, ревматизм, тері және қышыма ауруларын емдеуге халық ертеден пайдаланып келеді деп жазған болатын. Адыраспанды қайнатып, сол сумен аяқ-қолын сырқыраған адамдары денесін буласа, сап тиылады екен. Бұрындары суық дегенде, денеге бөрткен шыққанда ұмытшақтық, мен дегенде тіс қақсағанда осы адыраспанның суымен және буымен емдеген екен. Қазіргі уақытта да адыраспаннан жасалған дәрілерді фармакологияда қолданып жүр. Мұндай дәрілер қабынуды, зәр айдауды жақсарту, шек құрттарын өлтіру, қызыл еттің қанауын тежеу, іш ауруын жазуға көмектеседі. Адам ғана емес, адыраспан жан-жануарларға да ем екен. Малдың қотырын бұрын адыраспан қайнатпасымен жуып жазатын. Дала жануарларда дерт меңдегенде адыраспанға аунап жазылатынын үлкендер айтып отыратын. Адыраспанмен аластау ел арасында әлі күнге дейін жалғасып келеді. Адыраспанның түтіні улы, сондықтан оны микробтар мен вирустарға қарсы дезинфекция ретінде қолданады. Асыл дініміз адам баласына пайдалы келтіретін нәрселерге жүгінуге рұқсат етеді әрі қолдайды. Пайғамбарымыз Мұхаммед, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, бір сөзінде Алла тағала бірде-бір ауруды шипасыз бермеген. Өлімнен басқасының емін тек зерттеуші біледі, оны надан адам білмейді деген екен. Осы хадистегі емін тек зерттеуші біледі дегендердің қатарына аталған шөпті тәжірибеден өткізіп, көнеден бері қолданып келген ата-бабаларымызда кіретіні сөзсіз. Алайда адыраспанды ерекше бір тылсым күшке ие екенін сенуге қатаң түрде тыйым салынады. Алла елшісінің, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, бұған қатысты: Алла тағала бірде-бір ауруды шипасыз бермейді. Әр сырқаттың емі бар, және де егер дәрі сырқаттың шипасын берсе, ол Алланың қалауымен болғаны деген хадистері бар. Сондықтан да өзін мұсылман санайтын кісі шипа тек бір Алладан келетінін есте шығармауы тиіс. Адыраспанды не үшін, қанша және қандай мақсатта пайдаланған жөн?
Ең әуелі адыраспан залалсыздандыратын, яғни микробтарды жоятын қасиетке ие екенін айта кеттік. Оның түтінімен жұқпалы сырқаты бар адамдардың бөлмесін ыстап қойсаңыз болады. Тұмаудың алдын алу үшін адыраспан түтетсеңіз өкінбейсіз. Сондай-ақ төбе құйқасы шымырлап, басы тоқтаусыз ауыратын адамдар да адыраспанмен аластап қойған дұрыс. Үйге келген қонақ жас баланың тіліне, түріне сүйсінсе және оның бұл көзқарасынан секемденіп қалсаңыз, онда дереу адыраспан түтетіп жіберсеңіз болады. Будақтаған түтіннің немесе отынның үстіне бір шөкім тұз бен жарты шай қасық шамасында өсімдік майын тастап, баланың басынан 3 рет айналдырып өтіңіз. Адыраспанмен 7-сіне 1 рет жас келіннің аяғы ауыр әйелдің бөлмесін түтіндетіп тұрған абзал. Ол тіл көзден сақтайды, шошынбайтын болады деген сенім бар. Мазасы болмай, өздігінен еңсесі түскен ештеңеге зауқы соқпай тұрған адамның бойын ауырлық басуы мүмкін. Ондай жағдайда да адыраспанның әбден кепкен құрғақ шөбін түтетіп, барлық бөлмені аластау керек. Бөлменің әр бұрышына барып, алас-алас, 1001 бәледен қалас. Я Алла, тіл көзден сақтай көр, жеңілдігін бере көр деп айтқан дұрыс екен. Кейбір адамдардың өзгенің қуатын тартып алатын қасиеті болады. Онымен сөйлескенде қуаты әлсіздеу, адамның көзі кіртиіп, тез шаршап қалуы мүмкін. Тіпті беймезгіл ұйқы қысады және жиі есінеу байқалады. Арқасы тырысып, желкесі құрысып, ауруы да мүмкін. Осындай белгілерді байқасаңыз, дереу адыраспан түтетіп, бөлмелерді аластаңыз. Мазасы қашқан адамды да аластау керек. Әр үйде адыраспан түтетуге арналған ыдыс болуы тиіс. Оны тамақ ішетін, киім жуатын, малға шөп беретін ыдыста түтетуге болмайды. Құрамындағы улы қоспалары кері әсер етуі мүмкін. Адыраспанды жыл және тәуліктің кез келген уақытында түтете беруге болады. Түтіні тым будақтап, тұншықтырмайтын көлемде алсаңыз жеткілікті. Айтпақшы, тісі ауырып, мазасы қашқан адамдар адыраспан шөбін қайнатып, соның тұнбасымен ауыз қуысын шайқаса, ауырғаны тез арада басылады. Адыраспанды бей-берекет жұлып, үстінен таптап басуға болмайды. Өйткені оны біздің қазақ киелі өсімдік қатарына санайды. Адыраспанды аларда үлкен әже апаларымыздың айтуынша, адыраспанды ер адам және адыраспанды жулардың алдында дәрет алып, жұлған дұрыс дейді. Адыраспанды жулардың алдындағы сөздер де бар екен. Ассалаумағалейкум адыраспан, бізді сізге жіберді Омар Оспан деп келетін сөз тіркестерін айтқан дұрыс деп жатады. Сырын сұрағанда үлкендер адыраспанға Мұхаммед, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, пайғамбар дем салған, Хазіреті Оспанды бір апаттан сақтаған деп түсіндіретін. Қандай, қалай екені ол да нақты емес. Қандай, қалай, ол жағда ашылып айтылмаған екен. Ал сіздер адыраспанды қолданып көрдіңіздер? Айтылған мәліметтер пайдаларыңызға асқан болса, біздің арнамызға тіркеліп, өз пікірлеріңізді жаза кетіңізден. Біздің арнамыздан алыстамаңыздар. Келесі шығарылымдар тек сіздер үшін. Сіздермен бірге плюс бәріне керек арнасы. Сәлем достар! Бүгін сіздерге адам бауырының шлактан тазалануы жайлы айтатын боламыз. Өзіңізге пайдалы ақпараттарды жоғалтып алмау үшін арнамнан алыстамай тіркеліп қоңыраушаны басуды ұмытпаңыз. Адамның бауыры өзін-өзі тазартатын жалғыз ағза. Ол 30-ға жуық биохимиялық функцияларды орындайды. Десе де адамның күшімен тазалауды қажет ететін кездер болады.
ол кезде емханаға немесе шипажайға баруға тура келеді. Оған уақыт тапшы болса, кейде қаржы мүмкіндік бермейді. Осындайда бірнеше маңызды ережелерді сақтай отырып, үйде бауырыңызға көмектесе аласыз. Бауыр неге шлакқа толады? Бауырдың ең қауіпті жауы алкогольді ішімдік. Оның құрамындағы этил спирті ақуыздардың синтезіне, көмірсулардың өзгеруіне және эндогендік компоненттердің жойылуына жауап беретін дене жасушаларын бұзады. Осыған байланысты бауырда созылмалы қабыну пайда болады. Кей жағдайда токсикалық улану мен дәрі-дәрмектің әсерінен де бауыр ауырады. Дұрыс емес тамақтануда әсер етеді. Сіз шамадан тыс артық тамақтансаңыз, майлы және тәтті тағамдарды жесеңіз, қарныңызды фастфудпен тойдырсаңыз, онда бауырға салмақ түседі. Одан бөлек, метаболикалық бұзылулар, семіздік және вирустық аурулар да бауырға зиян екенін ескеріңіз. Отырықшы өмір салты да бауырдың жұмысын бұзатынын біле жүріңіз. Бауырдың шлакқа толғанын қалай білеміз? Егер теріде проблема болса, жүрек айнаса, қыжыл және кекіру мазаласа, іш қатса, ауызға ащы дәм келсе, онда сізге бауырыңызды тазалауға тура келеді. Бауырды қалай тазалаймыз? Бауырды тазарту үшін дәрігерлер дәрі-дәрмек тағайындайды, арнайы диета ұсынады. Ал егер үй жағдайында бауырды шлактан, токсиннен тазартуды таңдасаңыз, онда мына кеңестерді орындаңыз. Дұрыс тамақтану. Тамақтану мәзіріңізді қайта жасауға тура келеді. Себебі тізімдегі қуырылған, тұзды, ащы және ысталған тағамдарды, консервілерді, күшті ет сорпаларын сызып тастаңыз. Оның орнын көкөністер мен жемістермен, қышқыл сүт өнімдерімен байытыңыз. Бұл тағамдар өттің ағуын жақсартады. Бауырға пайдалы азықтар: көкөніс, кәді, қырыққабат түрлері, асқабақ, қояншөп пен қызанақ, көктер, аскөк, аш жапырақ, күнзе, ақжелен, цитрусты жемістерден грейпфрут, апельсин, лимон, жеміс-жидектерден алма, банан, құлпынай, інжір, армалардан кебек пен сұлы өсімдік майларынан күнбағыс, сығыр, зәйтүн және жүгері майы, ал сүт өнімдерінен сыр, творог, йогурт, простокваша, қаймақ, көкөніс шырындарынан сәбіз шырыны, қызылша және қияр шырыны өте қажет. Бауырға өте пайдалы болатын тағамдар. Оларды араластыруға немесе бөлек ішуге болады. 1-2 апта бойы күніне 2-3 рет жарты стақан нан ішсеңіз, бауыр тазарады. Су ішу. Бауырды тазарту үшін сұйықтықты жеткілікті мөлшерде ішу керек. Күніне кем дегенде 2 литр ауыз суды тұтыну ұсынылады. Дәстүрлі медицинадан көк шай мен шөп тұнбалары керемет көмектеседі. Шөптен жиналған шай қурай, жалбыз жапырағы, ала тікен, жидегі, салабауыз гүлі, бөрі қарақат тамыры, қайың жапырақ, ит мұрын, аталған шөптер тұнбалары өтті айдап, бауырды тазалауға қабілетті. Су емін алатын болсақ, ванна мен саунада денеден токсиндерді кетіре алады. Шамадан тыс терлеу арқылы токсиндер жойылады және тесіктер жақсы тазаланады. Осылайша сіз иммундық жүйені нығайтасыз. Су емін қабылдаудан алдын жылы су немесе өт айдайтын тұнба ішіңіз. Сонда нәтижесі өзіңіз ойлағаннан да керемет болады. Физикалық белсенділік, яғни бұл кезде отырықшы өмір салты өттің тоқырауына себепші болады. Сондықтан спортпен айналысу және дене шынықтырумен айналысу маңызды. Көбірек таза ауада серуендеңіз, билеңіз, жүріңіз, жүгіріңіз. Күнделікті режиммен тыңғылықты ұйқы, тамақтану және физикалық белсенділіктен басқа жақсы ұйқыда бауырдың саулығы үшін маңызды.
бір уақытта ұйықтауға тырысу керек. 6 сағаттан артық ұйықтаңыз. Бауыр ұйқы кезінде белсенді жұмыс істейді. Қандағы майларды кетіреді және улы заттарды сыртқа шығарады. Ерекше белсенділік түнгі сағат 1-ден 3-ке дейін жүреді. Тазалау кезіндегі Е және С дәрумендерін, сондай-ақ антиоксиданттарды қабылдау ұсынылады. Қосымша заттардың дозасы мен қолдану ұзақтығын емдеуші дәрігер ғана тағайындауы керек. Бауырды тазартудың әдістерін қолданып көргеннен кейін сіз өзіңізді жақсы сезінесіз және терідегі өзгерістерді байқайтын боласыз. Кімге бауырды тазалатуға болады? Холецистит, панкреатит және гепатит кезінде бауырды тазалауға тыйым салынады. Оған қоса жүкті және емізулі әйелдерге жасауға болмайды. Дәрігерлер қызба және жүйке аурулары, қант диабеті, жұқпалы және вирустық аурулары бар адамдарға да бауырды тазалауға рұқсат етпейді. Егер бауырдың саулығы нашарласа, бүкіл ағзаңызды әлсіретеді. Алдымен тері нашарлайды, бетіңізге дақ басады, ауыздан жағымсыз иіс шығады. Одан қалса бойыңызды енжарлық билейтін болады. Есіңізде болсын, бауыр бірден ауырмайды, алдымен шлак толады. Уақытында тазаламасаңыз, соңы түрлі дертке алып келу қаупі бар. Сондықтан да айықпас дерттің алдын алу үшін бауырды шлактан тазартып отырған дұрыс. Бауырға шлактың жиналғанын қалай байқауға болады? Тіліңіз ісініп, қызыл күрең түске боялады. Алақаныңыз қызарады, көздің ағы сарғаяды, саусақтардың еркін бүгіліп жазылуы қиындайды, қабақ ісінеді. Ер кісілерде шаш түсу бастайды. Жалпы бауыр қанды фильтрден өткізетін сүзгі. Ол ағзаға қажетсіз шлакты қан арқылы тазалайды. Әрі көмір су мен майдың да түзілуіне ықпал етеді. Оған қоса ағзаны А, Д, Е, К дәрумендерімен қамтиды. Бұл дәрумендер адамның физикалық қозғалысын жақсартып қуаттандырады. Егер тынымсыз тамақ жесеңіз, дәріні көп ішсеңіз, қозғалысыңыз аз болса, онда бауыр өз жұмысын ойдағыдай атқара алмайды. Бастысы, бауырдың жұмысының жандануына жағдай жасауымыз керек. Бауырдың қызметін жақсарту үшін ұйқы, тамақ, қозғалыс маңызды рөл ойнайды. Егер мына 9 белгіні байқасаңыз, жедел түрде бауырды тазалау ісіне кіріскеніңіз жөн. Бірінші, несеп пен нәжістің түсі өзгеріске енсе, нәжістің түсі мен иісі өзгерсе, онда сіздің ағзаңызда қандай да бір өзгерістер болып жатқанын білдіреді. Бұл өзгеріс несеп жолдарының, асқазан мен ішектің дұрыс жұмыс істемей жатқанын айғақтайды. Ең бастысы, бауырдың зардап шегіп жатқанын білдіреді. Егер дәреттің түсі тым ашық немесе тым қою болса, онда бауырда улы заттар бар деген сөз. Екінші, асқазан түйіліп ауырса, асқазанның суықтап немесе түйіліп ауырсынуы бауырға шлак толғанын білдіреді. Көп жағдайда бауырға уытты заттар жиналса, асқазан ісініп, түйіліп ауыратын болады. Үшінші, тері тітіркенсе, бауырға шлак толғаннан тері тітіркенгіш болады. Бірден денеңіз қышып, бөртіп бастайды. Салдарынан тері қабынып, құрғай бастайды. Мұның шешімін табу үшін ылғалдандыратын крем маз жағамыз. Алайда, терінің сыртын уақытша әдеміленгенімен іштей емдемейінше тері саулығы жақсарта алмайсыз. Асқазан мен бауырдың саулығының нашарлағанынан пайда болады. Тамаққа тойып алған соң кейбіреулерде қышқыл немесе тәтті тағам жеген кезде асқазаны қыжылдап мазалайды. Бұл бауырға шлак жиналғанды білдіреді. Бесінші, іш өту. Іштің өтуіне бір емес,
бірнеше жағдайлар себеп болады. Соның бірі шлак. Ол егер бауырға жиналса, онда ішіңізді өткізіп немесе жолдарына кері әсерін тигізеді. Егер сіздің еш себепсіз ішіңіз өтсе, онда дереу бауырды тазалауды бастаңыз. Үнемі шаршап жүрсеңіз, бауыр шлакқа толған кезде қанды тазалау күші әлсірейді де ағзаны оттегімен еркін қамтамасыз ете алмайды. Салдарынан адамның ойлау қабілеті мен физикалық белсенділігі төмендейді. Одан бөлек бойкүйездік басып шаршап жүреді. 7. Тәбет төмендейді. Адамның кейде тамаққа тәбеті болмайды, есесіне тәттіден бас тартпайды. Ал егер сізде тамаққа да, тәттіге де, дәмді тағамдарға да тәбет жоғалса, онда оған белгілі бір себеп бар. Оның біреуі бауырға шлак жиналған болуы мүмкін. Егер бауырға шлак жиналса, онда тамақты қажет етпейді. Сұйықтықтың аздығы, яғни бұл 8-ші белгі. Бұл көп жағдайда бүйрегі ауыратындарда кездеседі. Сұйықтықтың аздығынан өкше, аяқ, көз ісініп, бүйректің сыр бергенін білдіреді. Мұндай жағдай бауырға шлак толғанда да көрініс береді екен. Ағзадағы сұйықтықтың аздығын арнайы сараптама жасатып білудің керегі жоқ. Бар болғаны, саусағыңызбен кез келген теріңізді бірнеше секунд басып тұрыңыз. Егер із қалса, онда ағзаңыз сұйықтықта тапшылығына ұшырағанын білдіреді. 9. Терінің сарғаюы, тері түсінің өзгеруі ағзадағы кері өзгерістердің әсерінен болады. Көп жағдайда бауыр ауруға шалдыққанда тері өзгере бастайды. Оған билирубиннің көбеюі себеп болады. Сондықтан да бауырдың саулығын жақсарту арқылы бүкіл жанымыз бен тәніміздің саулығын жақсартады екенбіз. Егер сізге айтылған кеңестеріміз, пайдалы ақпараттарымыз кәдеңізге жараған болса, біздің арнамызға тіркеліп, өз пікірлеріңізді жазуды ұмытпаңыздар. Келесі шығарылымдар тек сіздер үшін. Сіздермен бірге плюс бәріне керек арнасы. Сәлем достар, плюс бәріне керек арнасына қош келдіңіз. Бүгін сіздермен күн көзінен туатын аллергия туралы айтатын боламыз. Ыстықтан пайда болатын күннен аллергияңыз болатын болса, осы видеоны аяғына дейін тыңдауыңызды сұраймын. Өзіңізге керекті ақпаратты табатын боласыз. Арнамды жоғалтып алмау үшін тіркеліп, қоңырашаны басып қойды ұмытпаңыз. Көктем, жаз мезгілдерінде адамдар табиғат аясына шығып серуендегенді ұнатады. Демалыс пен таза ауада серуендеу адамның иммунитетін көтеріп, күйзелістен шығуға оң әсерін тигізеді. Алайда көктем жаз мезгілі аллергияның да басталатын уақыты. Ал күннен болатын аллергия жайында естіп көргенсіз бе? Күн көзінен болатын аллергия кәдімгі бөртпе секілді аяқ, қол, дененің барлық жерінен шығып, беті сулы, іріңді болып ісіп, қызарып, қатты қышиды. Көбінесе бұл аллергия түріне иммунитеті төмен, әлсіз балалар жиі ұшырайды екен. Сонымен қатар, ересек адамдар да иммунитеті төмен болса, ағзасында дәрумендер қоры өте аз, бауырдың қызметі нашар, зат алмасу процесі өте төмен адамдар күннен туатын және басқа да аллергия түрлеріне бейім болады екен. Бұл дерттің тұқым қуалаушылық түрі де бар. Күннен болатын аллергияны тез арада анықтап, міндетті түрде ем қабылдау қажет. Әйтпесе дерттің асқынып кету қаупі күштірек. Күн аллергиясын түрлі косметикалық заттар, майлар, зәр айдайтын дәрілер, химиялық қоспалар қосылған заттар қоздырады. Бұл дертті медицинада күн есек жемі немесе күн ұшығы, яғни герпес деп атайды. Күннен болатын мұндай аллергия көбінесе күн қатты шығып, ысыған уақытта күн астында көп жүргенде шығады. Егер де
Аллергияның осы түрі бірінші рет болып жатса, мынадай кеңестерді назарларыңызға ұсынамын. Ол арқылы дерттен оңай әрі тез айығуға болады. Күнге шығарда 20 минут бұрын күннен бөлінетін ультракүлгін сәулелерден қорғайтын арнайы май мен крем, денені демалдыратын майлар денеге жағылады. Екінші, гель, крем, қас, кірпік бояғыштарды ес-суды жаз мезгілінде пайдаланбауға тырысу керек. Себебі олар қара дақтардың пайда болуына жол ашады. Үшінші, күн сайын кемінде 2 литрдей газсыз су пайдаланған жөн. Ол ағзаға сіңген көптеген зиянды заттарды шығаруға көмектеседі. Төртінші, аллергия шыққан жерлерге салқын суға малынған дәкені орап тастаған жөн. Бесінші, міндетті түрде әрдайым В және С, Е витаминдерді қабылдап тұру керек. Алтыншы, аллергия шыққан жерлерді алоэ шырынымен сүртсе де септігі мол. Жетінші, түймедақтан жасалған тұнбаға шомылған пайдалы. Сегізінші, балғын қызанақ шырыны мен аллергия шыққан жерлерді ысқылап сүртіп жіберсеңіз, бұл да пайдасын тигізеді. Тоғызыншы, бадам майымен денені күніне 2-3 рет сүртіп, күннен шығатын аллергиядан арылуға болады. Оныншы, үнемі 40 қабат ақ желкен қосып дайындалған тағамдарды назардан тыс қалдырмаған жөн. 11-ші, арнайы кремдер мен майларды жағып, суға, көлге түсіп шомылған соң денені сүлгімен сүртпеген жөн. Себебі күннен қорғайтын заттар кетіп қалады, ал артынан қайта жағуға тура келеді. Бала күн аллергиясына шалдығып жатса не істеу керек? Баланы бірден күн сәулесі түспейтін жерге отырғызу қажет. Зақымданған теріні суланған мақта орамалмен сүрту қажет. Балаға көбірек су беру қажет. Дәрігерге барып, аллергияның неден туындағанын тылап алу үшін жолыққаныңыз дұрыс. Осындай жағдайларға ұшырамау үшін алдын ала балаңызды күн сәулесінен қорғауыңыз қажет. Яғни балаңызды күнге шығаруды шектеңіз. Көлеңкелі жерлерге ойнату қажет. Оның иммундық жүйесін күшейту қажет. Ыстықта көбірек су ішкізгеніңіз абзал. Далаға шығардың алдында балаңыздың денесінен күн қорғайтын кремді жаққаныңыз дұрыс. Күннен болатын аллергиямен күресудің табиғи құралдарын айта кетейін. Алоэ вера қызару мен қабынуды өте жақсы жеңілдетеді және одан максималды нәтижеге жету үшін алоэ вера гелі, зәйтүн майы, герань эссенция және лимон шырынынан дайындық жасауды ұсынамыз. Герань теріге қолайлы қоспаны бөліп, лимон оны сақтап қалады. Бұл пастаны қабынуға қосу тітіркенген жерлерді азайтады және майсыздандырады. Күн аллергиясына тағы бір табиғи өнімді айтатын болсақ, бұл қияр. Қиярды ұсақтап турап, аллергия бар жерге жағыңыз, яғни терінің тітіркенуін басады. Шекі картопты үгітіп, оны ең көп зардап шеккен бөліктерге орналастыру, қабынуды азайтуға және терінің ауруы мен тітіркенуін қалпына келтіруге көмектеседі. Ал сірке суы, егер біз мақта матасын немесе майлықты сірке суына батырып, зақымдалған жерге қолдансақ, ол бізді әп-сәтте тыныштандырады және қызаруды бірден азайтады. Кокос сүті және йогуртты пайдаланатын болсақ, ауызша қолдануға арналған құрал, яғни йогуртты кокос сүтімен тең бөліктерге араластырып және оны қабылдау біздің денемізді тыныштандыруға және терінің қышынуын тыныштандыруға көмектеседі. Күн сәулесінен қорғанып, өздеріңіздің денсаулықтарыңызды күтіңіздер. Келесі шығарылымдар тек сіздер үшін. Сіздермен бірге плюс бәріне керек арнасы.